Сәлеметсіздер ме? Біз бүгінгі видеомызда тырнақты қай күні алған дұрыс және тырнақ алу әдебі және тырнақты сүннет бойынша алу жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Арнама жазылып қойыңыздар және де лайк басып пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Қарапайым көшеде жүрудің де әдебі болатыны секілді, кез келген нәрседе ереже болады, тәртіп болады, рет болады. Міне сол сияқты біздің күнделікті тазару процесінде де өзіміздің әдебіміз болады. Соның ішінде бүгінгі айтылатын тақырып бұл әрине тырнақ алудың өзінің де сүннет бойынша реті бар екен. Біз соны бүгін айтатын боламыз. Сүннет дегеніміз бұл сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның жасаған дұрыс амалдары бізде сүннет болып табылады. Яғни ол Аллаға ұнамды іс деген мағынаны білдіреді. Ел арасында тырнақ алуға болмайтын белгілі күндер бар деп жатады. Мысалы, сейсенбі, сәрсенбі күндері және түнде тырнақ алмаған дұрыс деген сөздер де бар. Шариғат бойынша тырнақты аптаның қай күн алам десеңіз де өз еркіңіз. Бірақ жұма күні намазға дейінгі уақыт ішінде тырнақ алуды әдетке айналдыру ұнамды амал болып табылады. Пайғамбарымыздың өзі жұма күні намаздан бұрын тырнағын алып, мұртын қысқартқандығы жөнінде айтылады. Тырнақ астында қаншама микробтар мен кір жиналатындықтан қажеттілік туындаған жағдайда қандай күн екеніне қарамастан алып отырған дұрыс. Мейлі сейсенбі, сәрсенбі болсын, тіпті түнде де тырнақ қиюға болады. Түнде тырнақ алмау деген жарықтың жоқ кездері денеңді жарақаттап алмау үшін айтылса керек. Тырнақты абзалы аптасына бір рет алып тұру керек. Ал 40 күннен асса ол харамға жақын махрух болып есептелінеді. Тырнақ алу әдебі бойынша әуелі оң қолдан бастап, сұқ саусақтан бастап ретімен алып отырасыз. Ал аяқ тырнақтарын оң аяқтың кішкентай башпайынан бастап ретімен алады.